Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында бар затпен дайындалатын өте нәзік, жұмсақ күлші, яғни печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға иліктен өткізілген ұнымызды және оған аз-маздап шым-шым тұз, жұмсақ сары майымызды қосып, өте сонда үлпілдек песочный крошка дайындайтын боламыз. Крошкамызды дайындап болғаннан кейін таза ыдысымызға бөлме температурасындағы айранымызды, жарты шай қасық содамызды, шекерімізді қосамыз. Айта кететін жайт, соданы көп қосып жібермеңіздер. Жарты шай қасық, одан көп қосудың қажеті жоқ. Әйтпесе соданың дәмі шығып кетуі әбден мүмкін. Айран мен сода біріккен кезде осылай көлем жағынан ұлғаятын болады. Айранымыз 1-2 минут тұрғаннан кейін жаңағы ұнымыздың үстіне қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Онда көп қосып жібермеңіздер, әйтпесе қамырыңыз қатты болып қалуы әбден мүмкін. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болып шығады. Қамырымыз бөлме температурасына 1-5 минуттай тұрса жақсы болады. Қамырымыз дайын болғанша таза ыдысымызға салмасын дайындайтын боламыз. Начинка. Сіз салмасына корица қоссаңыз да болады. Ол енді әркімнің өз таңдауы. Маған мысалы корица онша ұнамады. Какао қосатын болсаңыздар, какаоны жақсысын алыңыздар. Мысалы маған рахаттың какаосы өте қатты ұнайды. Вупипайға да, шоколадный пирогтарға да өте әдемі болып келеді. Осылай қамырымызды 4 бұрышты қылып жаямыз және оның үстіне осылай жұмсақ бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды жағып, үстіне жаңағы салмамызды жаймендеп сеуіп шығатын боламыз. Шет жақтарына да сеуді ұмытпаңыз, өйткені шет жақтарына кесілген кезде спираль дұрыс шықпай қалады. Сол үшін барынша барлық жағына дейін бірдей жеткізіп салманы салыңыздар. Осылай аккуратно рулет қылып орап шығамыз. Төбе жақтарында жақсылап бір-біріне біріктіріңіз. Әйтпесе кесілген кезде бөлініп кетуі мүмкін. Осылай мен жұқары 2 сантиметр қылдым. 2 сантиметр, 2,5 сонда өзіңіз қарайсыз ғой, енді осылай кесіп шықтым. Мини спиралька болып шықты. Кішкентай дөңгелек спиралькалар болып дайын болып шықты менде. Бетіне жаңағы 50 грамм жұмсартылған сары майды бетіне жағамыз. Печеньешкалардың бетіне әрлік үшін салмадан қалған жаңағы начинкамызды әрлік үшін бетіне аз-аздан осылай сеуіп шықсаңыздар да әдемі болып шығады. 180 градуста дайын болып піскенше пісіріп аласыздар. Мысалы духовка әркімде әрқалай. Менде Bosch фирмасының духовкасы менде 20 минутта дайын болып пісіп шықты. Әркімнің пеш арқылы өзіңіздің пешіңізге қарай дайын болғанша, қызарғанша пісіріп алып шығатын боласыздар. Жасап көріңіздер, өте әдемі, жұмсақ, ортасы да жұмсақ. Шаймен енді тіпті керемет. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.